Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Муслим Муса. Мен бүгінгі видео сабақта небәрі 13 минут ішінде интернет-магазин жасайтын боламын. Егер сіз саудамен айналысатын болсаңыз, немесе жай ғана товарларыңызды интернет арқылы сатқыңыз келсе, осы видео сабақты міндетті түрде аяғына дейін көріңіз. Өзіңіздің бизнесіңізге өзіңіз ешкімнің көмегінсіз сайт жасап алыңыз. Инстаграм парақшама жазылып кетіңіздер. Инстаграм парақшамда мен өзімнің реальный жасаған сайттарымды көрсетіп қойдым. Мына жерде сайт кейстер дегенге кірсеңіздер, менің реальный жасаған сайттарым бар. Кәдімгі клиентке жасап берген сайттарым. Әрине, егер қызықты болса, бір қарап шықсаңыздар болады. Ал ендеше бірден іске көшейік. Бұл үшін не істейміз? Жай ғана Google іздеу жүйесіне тильдер деп жазамыз. Ең бірінші сілтемеге кіреміз. Регистрация. Ваше имя дейді, мысалы мына жерге мебель-дом. Мебель-дом, электронды почта. Пароль. Зарегистрироваться. Поставьте галочку дейді. Кликнув на квадратик дейді. Яғни роботқа галочка қойдық. Бізді тильданың ішкі интерфейсіне жіберді. Енді бізге создать новый сайт дейді. Названиеге жазуымыз керек. Мысалы, менің айналысатын жалпы қазіргі жасап жатқан жұмысым бұл мебель саласына сәйкес. Мысалы, мебель-дом деп жазайын. Создайтты басамын. Так, одан кейін создать новую страницуды басамын. Мен интернет-магазин жасаймын дедім. Енді маған қазір өзіме сәйкес бір шаблонды таңдауым қажет. Мысалы, магазинді таңдаймын. Осы жерден өзіме сәйкес бір шаблонды таңдаймын. Так. Маған интернет-магазин жасау қажет. Мысалы, мына жерде сделайте свой дом уникальным дейді. Мебель аксессуары. Давай мынаны таңдайық, Kenny Store дегенді. Посмотретті басамыз. Жалпы жақсы сияқты таңдаймыз. Создать страницуды басамыз. Мен байқадым, менің почтама хабар келген екен. Тильдаға регистрация жасадыңыз, өзіңізді подтвердить етіңіз деп. Подтвердить email дегенді басамыз. Ваш email подтвержден дейді, жарайды. X-ті басамыз. Стрелканы басамыз. Болды. Начать редактирование басамыз. Так, енді бізге қазір опубликовать, окей. Так, опубликовайтты бір басып жіберу керек. Закрытты басамыз. Мебель-дом дегеннің үстінен басамыз. Так, настройка сайта. Бізге сайттың домендік атауын жазу керек. Мебель-дом деген бос бекен өзі. Сохранить изменения. Такой адрес уже занят дейді. Мебель-дом Алматы деге. Алматы. Мебель-дом Алматы. Немесе мебельдер деп қоямыз. Мебельдер, сохранить изменения болды. Мебельдер деп тұра берсін. Қалғаны бізде бос емес екен. Болды, енді қайтадан мебель-домға барамыз. Опубликовать все страницаны бір басамыз. Мінекей мебельдер деп шықты. Окей. Енді мына жаққа былай жазып көреміз. Мебельдер _WS. Мінекей онлайн магазин барлығы дұрыс. Енді біз осы сайттың ішін қалай жөндейміз? Ол үшін жай ғана осы жерге кіріп, онлайн магазин Kenny Store деген үстінен басамыз. Ең бірінші біз сіздерге мен ереже айта кетейін. Сайтты жасау барысында, сайтты жөндеу барысында бір шеттен бастап жұмыс жасау қажет. Біз осы сайттың ішін өзгертеміз бе? Ең бірінші біз жоғары жақтан бастаймыз. Жоғары жақтан болғанда сол жақ шеттен жоғарыдан некен 10 дегеннен бастаймыз. Так. Мысалы, бізде менюді бір меню қосқымыз келсе, не істейміз? Контент дегенге барамыз. Список пунктов меню. Добавить пункт меню, мына жерге тест деп жазамыз. Мен сіздерге мысалдарды көрсетіп жатырмын. Тест болды. Сохранить и закрыть. Мінекей бізде тест деген шықты. Ал бұны қалай өшіреміз? Оны өшіру үшін контент. Список пунктов меню. X-ті басамыз. Ал мысалы, мына жерде 10 дегенді мысалы 2S қоссақ, сохранить и закрыть мінекей өзгерді бізде. Жарайды, бірақ бізде бұл меню өте жақсы, яғни жақсы жазылған, тұра берсін, өзгертпейміз. Сохранить и закрыть болды. Енді бізде бірінші бөлім дұрыс, екінші бөлімге түсеміз. Kenny Store деген жерге бізге өзіміздің компаниямыздың атауын жазуымыз керек. Мысалы, бізде бар мебель дедік, или қалай? Мебель-дом дедік, мебель-дом.
мебель дом болды. Магазин мебели и аксессуаров в Алматы. Болды. Байқасаңыздар, мен мына жерде тексттерді өзгерту үшін жай ғана үстінен бір рет ғана мышкамен басып өзгертіп отырмын. Бұның тағы да бір жолы бар. Ол бізде контент дегенге басамыз. Мінекей бізде мебель дом. Мына жерде описание. Осы жерден өзгертсек те болады. Жарайды, тұра берсін. Болды. Сохранить и закрыть. Келесі кезекте біз мына бөлімді біттік. Енді екінші бөлім бізде бұл фото баннер тұр екен. Бұл фото баннерді қалай өзгертеміз? Бұны өзгертудің екі түрлі жолы бар. Жай ғана контент дегенге басамыз. Мына жерде мінекей шелекті басып загрузить файл деп басқа фотоны қойсақ болады. Немесе жай ғана үстінен бүйтіп бір рет басамыз да загрузить файл деп бір фотоны таңдап қоя салсақ та болады. Мысалы, мен мына фотоны қоя салайын, открыть. Мінекей менде басқа фото ауысып тұрды. Жарайды, болды, тұра берсін. Болды. Енді бұл бөлімді біттік. Енді келесі бізде тағы бір бөлім. Бұл бізде сделайте свой дом уникальным дейді. Бұл текстті өзгерту үшін білесіздер, жаңағыдай үстінен бір рет басып өзгерте берсек болады. Мысалы, Kenny Store дегенді маған өзгерту керек. Бұл жерге мен мебель дом деп жазамын. Компанияның аты деген сияқты. Мебель дом, магазин, дизайнерский мебели. Мысалы, мына жерде бізде так, посуду ручной работы дейді. Бұл бізде қажет емес, алып тастаймыз. Болды. Бізде бұл бөлімде де біттік. Енді келесі бөлімге түсеміз. Менде мына жерде екі подкатегория тұр екен, мебель және аксессуар деп. Мен мына жерге тағы да екеуін қалай қосамын? Оны қосу үшін мен жай контент дегенге барамын. Сол кезде менде карточка 1 деп тұр, мінекей. Карточка 2, Мысалы, мен карточка 2-ні барамын да дублировать дегенді басамын. Мінекей, заголовқа мен аксессуариға мысалы тест деп жазамын. Сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Тест, мінекей. Бұны қайтадан дублировать етсем болады. Мысалы, дублировать. Тест 2. Сохранить и закрыть. Мінекей. Тест 2. Көрдіңіздер ғой. Бұның фотосын қалай өзгерту керектігін сіздер уже білесіздер. Біздер жаңа жоғарыда қалай фотоны өзгерту керектігін айтқан болатынбыз. Контент дегенге басамыз. Мысалы, карточка 1-ге барамыз да. Карточка мысалы 1-ге барамыз. Шелекті басып, басқа фотоны қойсақ болады. Мысалы, мына жерде мінекей контент. Карточка 1. Немесе мысалы, мынаның фотосын өзгерту үшін жай ғана шелекті басып, басқа фотоны қойсақ болады. Так, мінекей бізде сохранить и закрыть. Мінекей, көрдіңіздер ғой, басқа фото менде қойылды. Жарайды, бұны енді қалай өшіріп тастаймыз? Оны өшіру үшін жай ғана контент. Шелектің үстінен басамыз. Шелек. Шелек дегенде удалить дегенді басамыз. Шатасып кетіппін. Удалить. Удалить болды. Сохранить и закрыть. Так, мінекей, болды. Мына текстті қалай өзгерту керектігін білесіздер, жай ғана үстінен бір рет басамыз, болды. Енді қайтадан төменге барамыз. Біз мына бөлімін біттік. Енді мына бөлімге барамыз. Мебель, подкатегориясы. Бұл жерде 3 товар тұр екен, 3 товар емес, то есть 6 товар тұр екен. Біз мысалы 6 товар емес, мен 3 товар ғана жасағым келеді. Мына 3 товар маған керек емес. Оны не істеймін? Мен контент дегенге барамын. Менде карточка 6 болуы керек, шатаспасам. Карточка 4, карточка 5, карточка 6. Удалить. 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 Сохранить и закрыть. Мінекей менде тек 3 ғана товар қалды. Енді маған мысалы мына товардың суретін өзгерту керек. Жай ғана контент дегенге басамын. Маған карточка 1 керек. Мінекей карточка 1. Мысалы өшіріп тастаймын да. Шелекті басып загрузить файлы. На диванды таңдаймын, болды. Загрузить выбранные. Заголовка белый кофейный столик емес, маған красивый диван деп өзгерту керек. Красивый диван. Описаниеге тоже, Красивый диван от мебель дом. От мебель дом. Болды. Мысалы 3900 демей қойып, бір 30 мың теңге дейік. 30 мың теңге. Старая ценасы 35 мың теңге. Болды. Купить тұра берсін бізде, или немесе заказать деп қойсақ та болады. Купить тұра берсін, болды. Ссылка для кнопки карточки товары, подробнее о товаре тұра берсін, жарайды, болды. Сохранить и закрыть. Мінекей бізде қарасаңыздар, текст, фото, описание, баға барлығы өзгерді. Купитті басқан кезде бізде подробнеге жібереді. Сол жақтан уже біз добавить корзину деп заказ берсек болады. Мыналарды уже қалай өзгерту керектігін білесіздер, мен сіздерге мынаны көрсеттім. Так, болды. Мысалы, бізге мына сөз керек емес. От Кай деген бір английский сөз ба, не? Осы жерге мысалы мебель дом деп жазайық. Мебель дом. Болды, тұра берсін. Мысалы, мынаны да өзгертейік.
болды. Мысалы мынаның бағасын 8.000 теңге, мынаның бағасын 3.000 теңге болды. Біз мебель категориясымен жұмыс жасадық, енді аксессуари категориясы. Так, ол да бізде вроде барлығы дұрыс. Тұра берсін, аксессуари барлығы дұрыс. Мына бөлімін біттік, сайттың мына бөлімінде біттік. Енді келесі подпишитесь на нашу рассылку дейді. Негізінде бұл уже қажет емес. Мысалы бізге осы блокты полностью өшіріп тастау керек. Оны қалай жасаймыз? Жай ғана мына жерде шелектің үстіне басамыз, болды. Одан кейін бізде социальный сеттердің иконкалары шықты. Бұларды өзгерту үшін не істейміз? Контент дегенге басамыз. Мысалы Twitter керек емес бізге, иә. Так, Instagram қою керек бізге, Pinterest қажет емес. Так, болды, иә. Бізге Instagram мен YouTube-ты ғана қалдырсақ болады. Facebook-ты қажет емес шелет. YouTube-тың ссылкасын қояйық. Мысалы мен өзімнің Muslim Musa KZ тауып алайын қазір каналдың несін. Копировать адрес ссылки, болды. YouTube-ға бастым, болды. Instagram-тың де тоже. Мысалы Instagram.Skardos болды. Instagram-тың де қойдық мінекей. Болды. Так, сохранить и закрыть. Мінекей бізде екеуі ғана қалды. Ол да болып тұра берсін. Бізде мынау корзина болып тұра берсін. Мысалы X-ті басайық, мына жерде болды. Бізде мысалы мына блок керек емес. Бұны өшіру үшін жаңағы шелектің үстінен басамыз. Енді опубликовайтты басамыз. Мебельдер.tilda.ws болды. Енді мынаны бір обновление жасайық. Бізде өзгерді ме екен? Мінекей бізде өзгерді. Давай мебель дом емес, мебельдер қылып өзгертейік та, иә. Себебі доменді қатау бізде мебельдер ғой. Ол үшін білесіздер, қайтадан бір басынан бір шолу жасап жіберейік. Барлығы дұрыс, мебельдер емес, мебель или мебель дом болып тұра берсін ба? Жарет болып тұра берсін, ешқандай оның несі жоқ, кесірі жоқ. Болды, бізде вроде бір шолу жасап жіберейік. Біз не істедік? Біз Тильдада интернет-магазин жасадық, яғни мебель сататын компанияға интернет-магазин жасадық. Меню жасадық, неге меню жасағанды, то есть меню бізде нормально тұра берді, иә. Текстерін өзгерттік, баннерді өзгерттік. Одан кейін мына жерге мысалы мебель дом деп жаздық. Екі категория, тағы да категорияны қалай қосу керектігін көрсеттік сіздерге. Одан кейін мына жердегі бізде керек емес карточка товарларды өшірдік. Так, мысалы сіздерге тағы бір нәрсе көрсете кетейін, мысалы контент. Мысалы сіздер тағы бір товар қосқыларыңыз келсе, жай ғана добавить элемент дегенді басасыздар. Загрузить изображение, мысалы загрузить файлы таңдаймыз осылай. Загрузить, мысалы тест, мына жерге мысалы товардың аты тест. Описаниесі мысалы тоже тест деп жазайық. Стоимость товара 200 теңге, мысалы 20 000 теңге, старая цена 22 000 теңге. Сохранить. Мінекей бізде көрдіңіздер ғой, товар қосылды. Осылай қоса бересіздер товар. Болды, контент қайтадан өшіріп тастайық. Ол бізге товар керек емес. Болды. Аксессуарды тоже мына жерде үшеуін алып тастайық. Контент. Бір шолу жасап, өзгертетіндерді өзгертіп жатқан ғой, на всякий. Удалить. 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 Болды, сохранить и закрыть. Болды. Опубликовать. Мінекей достар, сіздердің көздеріңізше мен Тильдада біз қазір сайтты жасап бітірдік. Видео сабағы ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Сіздермен бірге Muslim Musa.